in the second half of 15th century, after the decline of the Golden Horde and the weakening of Khanate Abul Khair, a new state emerged in eastern district Qipshaq, the Kazakh Khanate. This formation was a result of the political migration of Sultans Janibek and Kerim, who left Abul Khair and moved to Jetsu, gaining support from the Mongolstan state. This marked the beginning of Kazakh statehood. Qasim Khan, son of Janibek, was one of the most powerful rulers of the early Kazakh Khanate. During his reign, the territory expanded significantly from the Ural River to Jetsu and from the Siberia to the Siberian steppes. According to historical sources, the number of its subjects reached up to 1 million. The National Kazakhstan Museum contains a lot of artifacts from Qasim Khan's time. There is ancient swords, armors, and maps showing borders from the time of Qasim Khan for the countries. There's a lot of historical sources that introduces Qasim Khan's time, but the most important works is from Mahmud ibn Wali and Abul Ghazi, as well as from diplomatic records from Russia and China that shows power of Qasim Khan in Kazakh Khanates. The formation of Kazakh Khanate was a turning point in Central Asian history. Thanks to leaders like Qasim Khan, Khaknazar and Tawakkil Khan, the state grew stronger and more influential. Their leadership laid the foundation for Kazakhstan's statehood, culture and diplomacy. Their legacy remains an important part of Kazakhstan national identity. Саламатсыздар. Біз Астана IT университеті студенттеріміз. Біздің интервьюге қош келдіңіз. Қош көрдік. Өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Рахмет. Менің аты-жөнім Жауапбайұлы Әділәлі. Осы қолжазбалар және сирек кітаптар ұлттық орталығының біліктілігі жоғары деңгейде маман, археограф боламын. Осы көрме залын келген қонақтарға жүргізуші осыларды түсіндіремін. Танысқанымызға қуаныштымыз. Ал егер сұрақтарға өте берейік. Қасым хан кезеңіндегі оның қазақ хандығын нығайту мен кеңейтудегі рөлі қандай болды? Қасым хан осы қазақ хандары кезеңін айтатын болсақ, қазақ хандығы алдымен мынадан бастаса, қазақ хандығы 1464-1465 жыл қазақ хандығы құрылды. Одан кейін бір хан 10 жыл, біреу 15 жыл, біреу 20 жыл басқарды. Ең ұзақ жыл басқарған Хақназар хан. Енді осы қазақ хандығының ішінде ең күшейген кезең, ең алтын дәуір, ең күшейген әскери жақтан, экономика жақтан да ең күшейген кезеңі жанында көрші елдердің өзі Қасым хандығына санасатын кезең осы 1555 жылдар Қасым хан кезеңі болды. Қасым хан кезеңінде әскер саны 400 мың әскер ұстады. 400 мың әскер деген ол кездің үлкен бір статикалық мәлімет та. Қазірдің өзінде бүгінгі таңның өзінде де біз осы Орта Азияда ең әскер саны көп деген Өзбекстанның әскерінің өзі 400 мыңға жетпейді. Енді ойлап көрсең, 400 мың әскер деген ол үлкен. Келесі сұраққа өтсек, Қасым хан қазақ тайпаларын біріктіру және хандық аумағын кеңейту үшін қандай саяси және әскери шаралар қолданды? Жақсы сұрақ. Жалпы біздің осы қазақ хандығы кезеңде, мейлі одан арғы қазақ хандығын құраған Керей хан, Жәнібек хан кезеңде бізде жалпы осы біз көбінде бір адамның басына нәтижені үйттігімізде, жалпы қазақ хандығы кезінде сондай бір қазіргі демократиялық, сондай дала демократиясын қолдана білді. Яғни ол кезде, мысалы бүгінгі ақшта алып айтамыз, ақшта президент ерекше билік жоқ. Яғни оларда республикашылар партиясы мен демократтар партиясы. Қазіргі билікке келген Трамптың өзі республикашылар партиясынан президенттікке келіп отыр ғой. Енді оларда жоғары билік конгрессте. Сол айтпақ демекші болғам, қазақ хандығы кезеңінде, Қасым хандығы кезеңінде де оларда қанда ерекше билік болмаған. Оларда билер қазақтың 3 биі болды. Ұлы жүздің биі, орта жүздің биі, кіші жүздің. Олар қалаған уақытында ханды орнынан алып тастайды, орнынан қоя алады. Енді жалпы осы қазақ хандығының осындай әскери жақтан, экономикалық жақтан күшейіп, осындай әскердің бәрін біріктіре алғанда бір нәрсе бар да, ол да бір нәрсе әділеттілік болды. Ол әділеттік неге десең, өйткені бір мысал бір аудиторияның өзінде 20 студент болды. Сөзде бір оқытушы болған бір әділеттік жақтамай басқаға көңіл тартпас десе, ол көп сөзге арасынан әңгіме шығады ғой. Сол үшін де қазақ хандығына сол кездегі әділет
негізеткен мынандай қазақтың тұрақты сөз тіркестері мақал мәтелдері туындады. Мәселен, бас кеспек болса да тіл кеспек жоқ дейді. Міне қандай демократия. Американың қазіргі демократиялық заңдарына, плюрализмге кәдімгідей. Онан кейін мынандай бір мақал шықты. Тура биде туған жоқ, туғанда биде иман жоқ дейді. Тура биде туған жоқ деген, тура биде ол мынау мен туғаным еді деп оған Today we shot a video at the National Center for Manuscripts and Rare Books for the history of Kazakhstan subjects. First of all, we wanna express our gratitude for reception and hospitality. And we talked about the Kazakh Khanate in 17th and 18th century. And we take the interview from a real professional in Kazakh history, the scientist and cultural Jabikbay Ulu Adil. Thank you all for watching and see you soon. What?